Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін 2026 жылы жайлы сөйлескім келіп жатыр. Енді жалпы біздің маркетплейспен айналысып келе жатқанымызға бірнеше жыл болды. Әр кезде трендтерді біліп отыра алатын қабілетіміз бар. Бұл бір бақсылық емес, аналитиканың арқасында. Понятный нәрсе, бірінші Западта, Америка нарығында бір зат хит болады, тез уақытта Европаға келеді, бірнеше уақыттан кейін СНГ нарығына келеді, енді бірінші лидирующий мемлекеттерге келеді, одан кейін Қазақстанға келеді, одан кейін тағысын тағы деген кете береді. Ортада бірнеше жылдар өтеді. Тот же самый сатып жатқан Amazon, eBay сияқты маркетплейстердің бәленбай жылдар бұрын батыста хит болып, енді ғана Қазақстанда жасалғанын білесіздер. Енді қазір не хит болады, қандай маркетплейс тренд болады, жалпы маркетплейсте товар сататын адамдар қайда өтеді деген сұраққа жауап бергім келіп жатыр. Бізді әлі білмейтін кісілер болса, 2019 жылдан бері маркетплейстеміз, 12 маркетплейспен жұмыс істедік. Всегда айтамын мен, Турциядан бастап, Трендел, Хепсипурада, Морхипо, тот же самый сіздер білетін Ламода деген бар біздің ТМД нарығында. Валберсе жұмыс істедік, Амазонда да жұмыс істедік, Озонда да жұмыс істедік. Соңғысы eBay болды, тот же самый өзіміздің Каспийда да саттық деген сияқты, Яндексте де саттық, Алиэкспресс Россияда да саттық, айта берсем көп. Соңғы 3 жылда eBayде сауда істедік, бүкіл әлемге брендовый заттарды саттық, достаточно удачно, әлі де сатып жатырмыз, бірақ заман тоқтап тұрмайды, сондықтан заманға қарай біздің де өзгеріп отыруымыз өте маңызды. Айтпақшы болғаным, соңғы 2 ай бойы мен активно өзім батыстың нарығын зерттеп қарап жүрмін және қайталап жүрмін. Сатып та бастадым, 1 ай 40 күнге жуық уақыт болды. Өте үлкен нәтиже көрсеттім демеймін, бір $10,000 жуық. Мен оны Telegram каналға салып қойып көрсеңіздер болады. Жалпы маркетплейстерде ақша бар еді, әлі де бар, бірақ түсіндірмекші болған нәрсем, адамдар ақша табуды үйренді уже. Адамдар ақша табуды үйренді, ашаршылық жоқ, Аллаға шүкір, жұмыс жоқтық деген зат та жоқ негізі. Енді адамдардың барлығы маркетплейске товарларын сатып, өнімдерін сатып, өзінің қаласында, өзінің мемлекетінде ғана емес, бүкіл әлемге сатуды да үйренді. Енді адамның ішінде бір, қалай айтсам болады, ол үшін жауыздық деп айта салайыншы. Жауыздық бар, адам всегда оңай жолын іздейді. Оңай жолын. Сол жасап жатқан жұмысын қалай жеңілдетсем екен деген ми өзі оңай затты іздейді всегда. Қалай жеңілдетсем екен деген сұраққа жауап іздейді. Батыстықтар да осы сұрақтың жауабын тапқан. Батыстықтар менің дәл қазір айтатын маркетплейсім дәл осы жайлы. Батыстықтар товар сату, оған налог төлеу, оған товардың себестоимостьін қою, маржа қосу, оны реклама жасау, оны доставка жасау, возврат болса алып келу, клиентпен сөйлесу деген сияқтының барлығынан шаршаған. Ақша табу керек болса, демек цифровой продукттарды сатуға болады деген шешімге келген. Бүгін ғана келіп жатқан жат емес, батыста басталғалы соңғы бәленбай жыл, бұл енді бәленбай жылдан бері жүріп келе жатыр, бірақ соңғы 1 жылдың ішінде бір өте активно заниматься етіп жатыр батыс. Қысқаша айтқанда бұл инфопродукт деп айтайыншы. Бұл Gumroad деген, например, маркетплейс біздің жасап жатқан. Дәл сол маркетплейсте батыстықтар өздерінің бір пайдалы, білмеймін, бір PDF файлдар, электронный кітаптар, қалай арықтау керек деген бір 70 беттік бір жол картасы деген сияқты. Осындай өте көп. Альбомдар бар, картинкалар, айтсаң жеткілікті оны жалпы продукттарды Телеграмда біз көрсетеміз, өздеріңізде байқай жатасыздар. Жалпы Gumroad деген маркетплейсті ұсынып жатырмыз қазір. Өзімізде сол жұмыс жасап жатқан. Айтпақшы болғаным, заман осыған келе жатыр. Қазақстандықтар да, СНГ-ліктер де совсем скоро, егер товарды сату деген андай бар, жақсы көріп, менің өмірлік жұмысым осы деп қабылдасаң, онда окей, сата бер. Просто ақша табу деген запросың болса, онда намного оңайырақ ақшаны табуға болады деген
нақты сұраққа жауап бар. Бұл западтықтардың Gumroad маркетплейсінде жұмыс істеуі осыдан келіп шыққан нәрсе. Так что сіздерге де осы нәрсені қарап, тыңдап көрулеріңізді, детально бір информация алуларыңызды ұсынамын. Мен Telegram каналдың ссылкасын қалдырып кетемін. Салыстырмалы түрде айтсам, ол жерде тасымалын жасау, товардың немесе товарды әр клиентке бір товардан жеткізу деген зат жоқ. Мысалы ретінде қызық нәрсе, бір рет бір продукт дайындап қоясың. Ең қызығы оны батыстар алады, олар псих батыстықтар. Мен всегда айтады, батыстықтар псих, олар алады, олар нақты проблемасы бас ауыртты, бас ауырына шешім берсең, олар дәл сол жерде алады, олар көп ойланбайды. Ең бастысы Gumroad деген маркетплейсте сіздің арнайы продуктыңыз тұрады и адамдардың вопростарына шешім берсеңіз жеткілікті. Адамдардың вопростары, запростары қандай екенін, в принципе, аналитика жасау арқылы білуге болады. Ал өзіңіздің жаңағы сатып жатқан цифровой продуктыңызды жарнама жасау, ол тегіннің тегіні. Бұл қазірше ғана. Опять же, Threads деген не бар, социальный сеть бар деген сияқты. То есть, я бір керемет үлкен ақша табуға болады деп айта алмаймын. Батыстың меркасымен $10,000 емес, бір ай 10 күнде бір $10,000 жасай алдық. Ең қызығы, полностью түскен ақша ол маржа. Себебі товардың себестоимости жоқ. Ешқандай товар физический товар емес. Гайдтар, файлдар, біздің сатқан заттар, электронды кітаптар. И адамдар алады, оқиды, өзіне пайдалысын қолданады деген сияқты. Дәл сол сияқты сіздер де жасай аласыздар. Енді батыстың меркасымен өте көп ақша тауып кетуге болмайды деп айтып жатырмын. Ашығымен айтып жатырмын. eBayда егер біз айына $100,000 дейін шыққан болсақ, бір аккаунтпен Gumroadта олай шығып жатқандар бар. Мен батыстың тоже зерттеп қарап көріп жатырмын. Почему бы и нет, но андай бір миыңызға қабылдап қалмаңыз, миллиардтар жасайтын бір аккаунтпен деп, басыңыз істеп жатса бірнеше аккаунтпен жасарсыз. Біз солай жасайын деп жатырмыз деген сияқты. Но бір нәрсені сенімді түрде айта аламын, жалпы заман соған келе жатыр. Заман тренді сол, аз жұмыс істеп, көп эффективностьпен ақша табу. И адамдардың проблемасын шеше алу. Қазақстанның нарығында ғана жұмыс істеуге қарағанда, жалпы әлемнің нарығы уже қолымызда тұр біздің. Тіл білу қажет емес, GPT аман болсын, продукттарды дайындаудың қажет емес, дайын продукттар да бар, арнайы дайын продукт аласыз да сата берсеңіз болады. Цифрлы продукттың ең жақсы сол, бір рет алып, бірнеше рет сатуға болады. Тағы не бар? Клиентпен прямой контактқа түсудің мүлдем қажет жоқ. Клиент алды, ақшасын төлегеннен кейін жаңағы сіздің өніміңізді скачать етіп, ары қарай қолдана бере алады. Түскен ақшасы сіздің PayPal счетыңызға түседі, PayPalдан өзіңіздің картаңызға аударып отырасыз. Енді жалпы айтқан кезде осыған дейін бір енді осы мен аудиториям маркетплейс аудиториясы ғой. Қандай маркетплейсте қандай бір қиындық көрген болсаңыз, солар дәл осы маркетплейсте мүлдем жоқ. Максимально упрощенный. Айтсам, айта беремін мен тағы да. Telegram каналының ссылкасын қалдырамын. Қарап көрсеңіздер, өте тамаша болады өздеріңіз үшін. Жалпы елден бұрын бір жаңа затты түсінген боласыз. 2022 жылы дәл осындай бір қысқаша видеомен мен eBay туралы айтқан болатынмын. Сөзімді қабылдап алғандар бастады, одан кейінгісі история. 30 мыңнан астам адам бәсеңгіде eBay нарығына өткен екен содан кейін. Мен жасадым деп айтпаймын. Біз естественно бірінші болып eBay нарығын түсіндірдік, ұсындық, одан кейін алып жылып алып кеткендер өте көп. Сондықтан сіздің қалауыңыз, егер осы видеоны көрген болсаңыз, демек бәлкім сіз үшін қайырлы нәрсе, сәттілік болсын.